Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Құрметті оқушылар, бүгін біз әдебиет сабағында Досмамбет жыраудың «Қоғалы көлдер, қом сулар» толғауымен таныс боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау. Бағалау критерийлері. Толғауда сөз болған әлеуметтік мәселелерді анықтайды. Шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасайды. Ендеше, оқушылар, сабаққа оралмас бұрын суретке зер салайықшы. Миға шабуылу әдісі бойынша суретті сөйлетіп көрейік. Қазақ тарихында ақын болып сөз бастаған, әрі батыр болып қол бастаған тұлғалар аз емес. Сондай адамдар қатарына кімдерді жатқызуға болады? Әрине, жырау, әрі қолбасшы Досмамбет жырау болмақ. Жарайсыздар. Бүгінгі тақырыбымыз «Қоғалы көлдер, қом сулар» толғауы. Сіздерге үйге Досмамбет жыраудың «Айналайын ақ жайық» толғауында көтерілген әлеуметтік мәселелерді жинақтап, кластер құру берілген болатын. Сол үй тапсырмасымен бөліссек. Дұрыс айтасыздар. Елінің тыныштығы, бейбіт күнді аңсаған екен. Жарайсыздар. Бүгінгі тақырыбымыз Досмамбет жырау, «Қоғалы көлдер, қом сулар» толғауы. Ендеше «Қоғалы көлдер, қом сулар» толғауын тыңдайық. Қоғалы көлдер, қом сулар, қоныстар қонған өкінбес, арыстандай екі бұтын алшайтып, арғымақ мінген өкінбес, кілең боздай кілшейтіп, көйлер киген өкінбес, жұпарын қардай боратып, арулар құшқан өкінбес, тор төбел ат мініп, той тойлаған өкінбес, құрамы шапшақ көп қымыз, құйып ішкен өкінбес, екі арыстап жау шапса, оқ қандай шаншылса, қан жусандай егілсе, аққан судай төгілсе, бетегелі сарыарқаның бойында соғысы өлген өкінбес. Аққан судай төгілсе, бетегелі сарыарқаның бойында соғысы өлген өкінбес. Ендеше балалар, тыңдалым дағдысын тыңдап болса, келесі кезекті сөз сыры әдісі бойынша толғауда кездескен түсініксіз сөздерді дәптерімізге жазып алайық. Боздай, жергілікті. Мұздай деген мағынада. Көбе, бүкіл кеудені жауып тұратын, батырлардың соғыста киген қорғаныш киімі. Шапшақ, зат, үлкендігі темір шелектей ағаш ыдыс. Шелектен аласалау, жуандау келеді. Оған айран, ашыған көже, қатық құяды. Бетеге, малға жұғымды аласа шөп. Астық тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдіктер туысы. Ауру түрі. Бұл жерде бетегелі сөзі сын есім, бетегесі қалың, мол, яғни шөпті жер деген мағынаны білдіреді. Сабағымызды бекіту мақсатында ассоциация әдісі арқылы толғау не жайында айтылғанын жазу. Қоғалы көлдер, қом сулар. Дұрыс айтасыздар. Арғымақ ат, жауға қарсы тұру, жайлы қону, ерлік, ұрыс алаңы, адам мен малға жайлы орын іздеу, өкініште қалмау. Енді балалар, адам өкінбейтіндей болу үшін не жасау керек?
Негізгі 5 нәрсені атап айтайықшы. Ойымызды байланыстырып дәлелдейік. Онда адам өкінбеу үшін ең алдымен білім алу керек деп ойлаймыз. Себебі білім алу үшін көп оқу қажет емес пе? Жарайсыңдар. Енді жас ғалымға көмек айдары бойынша ассонанс пен аллитерацияға көз жүгіртсек. Аллитерация дегеніміз қазақ мақал-мәтелдерінде де ұтымды қолданатын тәсілдердің бірі. Мақалдар құрылысында дыбыс үндестігі бір дыбыс немесе бір сөзді бейнет, бейнет түбі зейнет, бірнеше қайталау, сөз ұйқасымы айрықша рөл атқарады. Қазақ жұмбақтарында аллитерация тәсілі жиі кездеседі. Әуеден көбі түсті, көбінің түбі түсті. Кеттін бе аялдамай асқақ жолға, кеттін бе мені санап әлсіз қорға, кеттін бе абайды ертіп ата жау боп, кеттім де ал ендеше қалың сорта. Кеткен сен жеткенін жен ажалына, кеткен сен қос егізбен адалыма, кеткенге кесер қылыш тосқауыл сен, кескен сен сенді бүгін амалына. Ассонанс французша ассонансы, латынша ассоно, үйлесім. Өлең сөзді дауысты дыбыстардың үндесе қайталануы. Ассонанс сөздің интонация, музыка, мәнін, экспрессивтік, эмоционалдық бояуын күшейтіп, ерекше елеулі тұстарды дыбыстандырып, ой сезімнің әсерлігін арттырады. Ал ассонансқа мысал ретінде е дыбысының қайталануын айтуға болады. Ей жарым, жаным бірге жаным менен. Ей жарым, құшағына ал әнін менен. Ей жарым, ұзақ дәурен сөнбес шырақ. Ей жарым, тілек етем барым менен. Жан жарым кетсін күндер қаралы өткен. Жан жарым жас жанымды жарапы еткен. Арманды асыл арай айырма деп, жан жарым құшам сені зор тілекпен. Ендеше балалар мәліметті пысықтай отырып, келесі тапсырмадағы кестені толтырып жіберсек. Өлең жолдарында бүгінгі өткен қоғалы көлдер қоңсулар толғауы бойынша аллитерация және ассонансты табу. Жарайсыңдар балалар. Қоғалы көлдер қоңсулар қоныстар қонған өкінбес, дауыссыз дыбыстан басталған. Арыстандай екі бұтын алшайтып арғымақ мінген өкінбес. Дауысты дыбыстардан қайталанған сөздер. Торы төбел ат мініп той тойланған өкінбес. Аллитерация дұрыс. Құмара шақ көп қымыз құйып ішкен өкінбес. Бұл да аллитерацияға жатады екен. Енді балалар бүгінгі сабақты жақсы меңгергендеріңіз көрініп тұр. Ендеше сабағымызға кері байланыс жасайық. Естеу, сақтау керек бір нәрсе бүгінгі сабақ бойынша. Сіз көбірек білгіңіз келетін екі нәрсе, сіз бұған дейін білетін үш нәрсе, сіз үйренген төрт нәрсе. Өте жақсы балалар. Ендігі кезекте үй тапсырмасына кезек берсек. Сіздер білесіздер, өткен сабақта жыраудың айнал-айнақ жайылтылғауы қазақ халқының тәуелсіздікке қол жеткізіп, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт заман орнатсам деген асқақ арманын айқын рәмізі. Толғауға арқау болған ақын арманы саған қалай әсер етті? Шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасаңдар. Сыни хабарлама құрылымы, кіріспе бөлімі, толғаудың тақырыбы мен идеясы, негізгі бөлім, адам көңіл күйіне әсері, көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі, қорытынды бөлімде бүгінгі күнмен байланысы. Дескрипторы, сыни хабарлама құрылымын сақтайсыздар, ойларыңызды дәлелді жеткізесіздер, грамматикалық нормаларды сақтайсыздар.
көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.